Құран өзі мынандай да, мысалы Фатиха сүресін осы ашып оқып алдыңыз ба, бірінші екінші аятын бәрін түсініп, Аллахтың сипатын бәрін осылай аяттарын жеке талдап түсіндіңіз ба, болды. Құран сені 100% кемел адам қылып шығарып жібермейді еш уақытта. Құранмен өмір сүру үшін саған кәдімгі уақыт керек. Құран ол аспаннан көктен түскен жаңбыр секілді тамшылап тұрады саған. Bir күні мына аят түсінесің, екінші күні аят түсінесің, келесі апта ана аят түсінесің, келесі апта ана аят түсінесің. Сөйтіп әрбір аятты түсініп, мән мағынасын қорытып білгеннен кейін, сондай нәрселердің барлығы жүрекке қондыра білгеннен кейін, әсте адамды өзгертеді Құран. Құран бір уақытта бір аятты түсініп 100% адамды кемел қылып жібермейді. Оған уақыт керек. Сол үшін осындай аяттардың барлығын біз әрбір аятты түсінген кезде де жүрекке қондыра берсеңіз, келесі аятта, келесі сүреде ананы сүремін, мынаны сүремін, ол жинала береді. Адамның сондай бір іргетасы сияқты астында қалыптаса береді, бірінің үстіне бірі қалыптаса береді. Соған сәйкес сіздің де бір күн қарасаңыз, амалыңыз, әрекетіңіз өзгере бастайды, мінез құлқыңыз өзгере бастайды, адам сөйтіп өзінің табиғатын жақсы жаққа бұра бастайды, өзгерте бастайды. Содан сіз нәтиже шығарасыз. Бұл Құранмен жүру дегенді білдіреді. Пайғамбар алейхиссалам өзі Құран 23 жыл түсті. Пайғамбар Айша анамыз айтты, оның мінез құлқы Құран еді деді да. Сондай мінез құлқы пайғамбардың Құран болу үшін сондай бір 23 жыл Құран түсу керек болды да пайғамбар алейхиссалам. Ол пайғамбарға алейхиссалам бірден Алақ сүресі түсті. Иқра бисми раббикаллази халақ деген Алақ сүресі Хира үңгірде түсті. Пайғамбар кемел адам болып кеткен жоқ. Ол да өмірде қателік жасады. Ол да өмірде шалыс басты. Аллах тағала аяттар түсіріп қателіктерін бәрін айтып, осылай қамшылап пісіріп отырды пайғамбарды. Сөйтіп ол кемел адам болды уақыт өтумен.